Сен расымен жарадың, ерлігіңе сөз жоқ. Бірақ бұл аздық етеді. Сен әлі шын батыр екеніңді көрсеткен жоқсың. Түсіндің бе? Әкешім, қарсы келген құбжықтардың бәрін жеңдім ғой, а? Мен Грекиядағы ең танымал адамға айналдым. Мен жыл адамы болдым. Танымал болу деген, шын батыр болу деген сөз емес, балам. Тағы не істейін онда? Енді бұл сұрақтың жауабын өзің тапқаның жөн. Сонда ол қалай? Жүрегіңнің үніне құлақ түр. Әке, тоқта! Сол жағымыздағы Геркулестің сарайы. Келесі аялдама Балғадай аяқ-қол кәдесыйлар дүкені. Ол жерден мығым дене деп аталатын жаттығулар жиынтығын сатып ала аласыздар. Сағат 1-де Авгий патшамен кездесуң бар. Оның ат қорасы таза дей алмайым. Аяғыңа басқа бірдеңе киерсің. Сосын түстен кейін Крит аралында қоршауда қалғандармен кездесесің. Сағат 3-те айтпақшы Амазонкада белбеу табыстайды екен. Фил, осының не керегі бар? Жетер! Тұра тұр, жұмысың аяқталған жоқ қой. Не керегі бар дегенің қалай? Олимпке барғың келеме жоқ па? Иә, бірақ мына түріммен мақсатыма жете алмайтын сияқтымын. Қазір шегінетін кез емес, мен саған сеніп отырмын. Тығырыққа тірелгендеймін. Бері қараш, жігітім. Осы күнге дейін талай батырларды көрдім. Зевстің атымен ант етем. Олар сенің тырнағыңа да татымайды. Рас па? Әрине, аспан айналып жерге түссе де олар саған жете алмайды. Қолыңнан бәрі келеді. Біліп қой, балақай. Ақырын, қыздар. Болды, жетер. Болды, қойыңдар. Фил! Құтқар. Мақұл, қашамыз. Бәті жоспары. Түсіндім. Әне, ол сыртқа шығып кетті. Ана жақта! Ал енді перденің артында кім барын көрейік. Мәк! Саспа, шолдақ қыздар кетіп қалды, шыға бер. Иә, сені көргеніме мен қуаныштымын, сағынып қалып. Батырлар демалысын осылай өткізеді екен ғой. Мен батыр емеспін. О не дегенің? Бұл күні сенің суретің салынбаған бір зат жоқ. Иә, бірақ адамдарда қызық. Көшеге шықсам қаумалап жүргізбейді. Тынығатын кезің келген сияқты. Егер бүгін кетіп қалсаң, мүйізді бапкерің қатты ашулана ма? О жағын білмейді екем. Филдің кешке дейін қолы бос емес. Филді қайтесің. Менімен жүр. Терезеден түсіп ауладан өтесің. Сосын дуалды көтересің, сөйтіп жоқ боламыз. Керемет күн. Әуелі әлгі бір мейрамханаға бардық. Содан кейін әлгі қойылымның аты қалай еді? Әлгі Эдип пе еді? Негізі расымен мен түсінбей қалған сияқтымын. Сағызшы, созбасаңшы. Әрекет жаса, Бикеш. Ал мен қашып кетудің күшті екенін білмеппін. Иә, мен де. Рахмет, Мәк. Оқасы жоқ. Абайла. Кешір, тобығым жарамайды. Солай ма? Онда отыра тұрғаның дұрыс шығар. Ал, сенің бір кінәратың бар ма? Осы сияқты?